Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен ватрушкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен жылы сүтімізге ашытқымызды салып араластырамыз. Араластырып, бетін 15 минутқа жауып қойып қоямыз. Одан соң ұнымызды алып, үстінен құмшекерімізді, шымшым тұзымызды және жұмыртқамызды салып араластырамыз. Одан соң ашытқымызды салып, және ерітілген сары майымызды салып араластыратын боламыз. Ұнымызды електен өткізіп, шетіне салып отырып, араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей достар, осында қолға жабыспайтын қамыр иілеп, ыдысымызға кішкене май жағып, қамырымыздың үстін майлап, бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді достар, ватрушкиміздің бетіне себетін крошка дайындайтын боламыз. Алдымен ұнымызды електен өткізіп, үстіне құмшекерімізді салып, тоңазытқышта тұрған сары майымызды салып, қолымызбен үгітіп, крошка жасайтын боламыз. Одан соң начинкамызды дайындаймыз. Творогымызға құмшекерімізді саламыз. Жұмыртқаның сарысын салып, блендермен жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, қамырымыз жақсы көтерілді. Енді осыны бірнеше бөлікке бөліп, булочкамызды пісіретін боламыз. Енді қолымызбен домалақтап, противенге қойып шығамыз. Енді бетін жауып, қайтадан 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей достар, қамырымыз тағы да көтерілді. Енді осыны ортасын бокалдың көмегімен басып шығамыз. Енді ортасына сүзбемізді салып шығамыз, бір келкі алып. Жұмыртқамыздың сарысын жағып шығамыз. Соңында бетіне крошкамызды себетін боламыз. Қызып тұрған пешімізде 30 минут пісіретін боламыз. Мінекей достар, булочкамыз дайын, өте жұмсақ болып шықты. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.